Ассалаумағалейкум. Менің атым Мерман, мен жолдасым оператор Гүлдана. Біздер бүгін мына тауық шаруашылығында сонша жұмыртқалаушы тауықтардың қалай бағамыз, қалай өсіреміз, сол туралы сізге айтатын боламыз. Осындай бір тауық, мынандай бір жұмыртқаны туған кезде адам бір қолынан айырылып, сол күні сол қолы қайтып шыққандай процесте болатын білесіз бе? Мен өзім таныстырып кетейін, мен Мұхтар Мерман. 2017 жылдан бастап тауықпен айналыса бастадым. Жұмыртқалаушы тауықтармен, осы ламын браун тауықтармен өзім айналыса бастаған едім. Қазіргі кезде тек қана жұмыртқалаушы тауық емес, сонымен қатар бройлерлермен де айналысамын, яғни ет беретін тауықтармен. Мына жерде сілтеме болады, сол арқылы қарауыңызға болады. YouTube каналда соның видеосы бар. Содан кейін мен осы жылдар аралығында жинаған тәжірибем бар. Және де мен өзім кітаптарымды қайтан көрсетем, қандай кітаптар оқығанымды. Сондықтан да менің айтатын әңгімем тек қана құр сөз емес, бұл ғылыми дәлелденген және де бәленбай жылдық өзімнің тәжірибемнен алынған нәрселерді тек нақты ғылыми білімді мен сізге айтатын боламын. Мына тауық негізгі ең ежелгі жаратылыстың бірі болып саналады. Ол динозаврлардың ұрпағы деп айтылады екен. Себебі мына аяғын қарасаңыз, яғни мынандай қабыршақты, мынау жылан және басқа да жаңағы қолтырауын сияқты нәрселердің аяғымен сәйкес келеді. Өздері олар жыртқыш болып келеді. Және олардың ішіндегі процестері, яғни өте тез болады. Мен 500 жұмыртқалаушы тауық өсіріп отырмын, күніне 400 жұмыртқа аламын. Неге 400, неге 500 емес? Біріншіден, оларды 500 алуға болады, бірақ та оның денсаулығы кететін бар. Мен 3 күнде 2 жұмыртқа алуға қаласамын, соған қалай жұмыс істеймін. Себебі өзім тәжірибем бойынша күнделікті тауық жұмыртқа туса, оның денсаулығы кете береді. Оған соның ішінде 3-4 күн ішінде бір күн демалыс алса, оның денсаулығы жақсы болады. Сонымен қатар бұл видеода мен барлық бұл процесін және бәленбай жылдық тәжірибем барлығын айтып кете алмаймын. Тек негізгісі не болу керек, не болмау керек, не жеу керек, не жемеу керек, қысқаша айтып кететін боламын. Ең бірінші тауықтың бірінші қорасы, жаңағы тұратын алаңы болу керек. Екінші, олардың мынандай жұмыртқалайтын ұялары болу керек, ыңғайлы барлығы. Сосын екінші, олардың ваннасы болу керек. Яғни олардың күлнан істелінген ваннасы бар, яғни олардың үстерін тазалайтын. Оны басқа видеода тағы көрсететін боламыз. Сонымен қатар алдарында жемінен басқа олардың құм болу керек, құмның түйіршіктері, сонымен қатар ракушка әлде бор әрқашан болу керек. Сырты мына жұмыртқаның сырты қалыптасу үшін. Сонымен қатар таза су, ең бірінші таза жемнен бірінші олардың бірінші таза суы болу керек. Біздер бәленбай жылдық тәжірибемнен алғаным, оларға ниппельді, поилка дейді, ниппельді суару жүйесін қолданамыз. Сол арқылы олардың бір тауықтың ішкен суын екінші тауық келіп ішпейді. Сондықтан да егер ауру болған болса бір тауық, ол екінші тауыққа қарай ауру жұқпайтын болады. Сол арқылы біздер тауықтың денсаулығын жақсы болғанын жақсы қылдырамыз. Сонымен қатар біздегі шаруашылықтағы негізгі мақсат, яғни ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын ізде деген қағиданы тауықтарға да қолданамыз. Яғни тауықтардың профилактикасы бірінші орында. Сонымен қатар айтып кетейін, біздер антибиотиксіз тек ауырып қалған құсқа антибиотикті қолданамыз. Басқалай оларға антибиотик, гумол, тамақ, басқа да нәрселерді, химикаттарды қолданбаймыз. Сол арқылы тауықтың өзіндік иммунитетін қалыптастыру арқылы балапан кезінен, сол арқылы олардың ауырмауына бірінші септігін тигіземіз. Оларды бағып, балапан күнінен бағып,
оларды жақсы етіп өсіріп алсаңыз, балапанды ол сіздерге бірнеше жылға дейін өзінің жұмыртқасын, өзінің пайдасын тигізетін болады.